Сәлем достар, бүгін қаймақты крем дайындаймын. Бұл крем өте оңай дайындалады. Кремді мен шоколадты бисквитке қолдандым. Бисквиттің ссылкасын астында описанияда қалдырамын. Крем жасау үшін тек 2-ақ ингредиент қажет: қаймақ және сахарный пудра. Менде қаймақ 20%, 360 грамм. Қаймақты ыдысымызға салып, дәміне қарай сахарный пудраны електен өткізіп, миксерлеп араластырамыз. Басында жай жылдамдықпен араластырып, соңына қарай жылдамдығын көбейтеміз. Соңында загуститель қоссаңыздар болады. Ол кремнің формасын жақсы ұстайды. Менде крем қою болғандықтан мен оған загуститель қосқан жоқпын. Міне креміміз дайын болды. Рецепт ұнаса достарыңызбен бөлісіңіздер, каналыма тіркеліп кетіңіздер.